Мгм. Димаштың туған күні құтты болсын. Димаш қазақтың аңыз адамы. Мына Мейрамбек Беспаев ағамыздың сізге айтқан әңгімесі өте ұят. Алтынбек Қоразбаев ағамыздың шәкірті болдым. Сенің шәкіртің бар ма сондай? Қайда? Ағаңның жолын берсін онда саған. Ағаңның құсап бір шәкірт тәрбие алмай жүріп, ақ Димашты түсіну саған қиын болады. Димашты түсінген әрбір аңшының жоғары деңгейге жеттім деп ойлаңыз өзіңіз. Біз әнші өнер адамы болмасақ та, Димаштың әні жүректі қозғайды. Димаштың әні емге шипа, жаныңа дауа. Ол үлкен шың биікке шыққан адам. Ол күллі дүние жүзі мойындап жатқанда, бізге бір Мейрамбек Беспаевтың мойындамағаны маңызды емес. Сауатыңның аздығын өнерден хабар. Ана тілінде сөйлеу үшін. Мына қарапайым халық сөйлеп жатыр ғой, ішер асқа киіп киімге жармай. Ай сайын кредит төлесе де еліне бір өкпелемей қазақша сөйлеп отыр ғой. Сендердің не ырзашылықтарың жоқ, сол еліңнің тіліңді құрметтеу үшін. Білімің жетпейді десең, қалай сен білімің жетпесе сондай дәреже? Ақшаң жоқ па? Ана адамды жалдап оқыңызшы, ана тілді керек болса. Сіздің ізіңізден қанша біздің жастарымыз ереді ғой. Ана тілдің мәселесін қалай шешеміз біз сонда? Неге рұқсат бересіздер? Санымыз қайда кетті? Өткенде ғана шығардыңдар ғой. Осындай келеңсіз, еш айтары жоқ кештерге кім рұқсат берді? Бұның кешін тексеріңізші, менің сөзім дәлелі бар ғой. Кеше болған кеште 20 теңгеде кіргізіп өтірік айтады. Ақтөбенің қайдағы бизнесмендер 20 мыңнан бере сатқан жоқсыздар ма? Неге өтірік айтасыздар сіздер? Құрылтайда да айтып жатсыңдар. Ана тілімізді ең бірінші, салт дәстүрімізді, ана жұрттың бәріне салып жатқан ұштарың бар ғой, міне осыларды дұрыстау керексіздер. Ол ең бірінші халықтың алдында жүрген адамдарымыз. Біз 10 жерде емші болсақ та, мысалы халықтың, біз де халықтың алдымыз. Мен мына ішінде видеоларымды қараңыз. Мен мысалы өзімнің келдіме үлгі қылып, табақ алып, иіліп сәлем салып жатыр. Ол біздің салт дәстүріміз. Біз оны жоқ ертең ол жоқ болып жойылып кетеді. А ол Баян Есентаевадан не үлгі алады сонда? Жасы 50-ге келген әйел сахнаға шығып бір жерін ашып секіріп жүр. Хотя өзіңнің ісіңнен ұял, және ең болмаса ондай жасап жатқан келіншектерге сен тіл тигізуге хақың жоқ. Сондықтан бұндай кісілерді сахнадан 1 жылға қатып шеттетіп, наказание дейді ғой, соны беру керекпіз. Қаншама елде азамат жігіттер өтсіңдер, ұяттарыңыз жоқ па? Әйелдерді осылай тайландата бересіздер ма? Осылай. Мына біздің Қазақстанда қазір жанұя шаңырақтың шайқалуы өте көп. Соның бәрі енді біздің салт дәстүріміздің қазір күннен күнге жойылуына. Енді осындай қатап әдепті, ата-енесін сыйлайтын келіндерімізге біз қуанып, қатап сондай келіншектер көбейген санын тілесек, мына Баян Есентаева ол халықтың алдында жүрген адам. Сен қатап ондай жерге барған, сен жақсылықты көріп тұрсың ғой, сен сонда оқыма, сенің оқыған білімің қайда? Қазақ қызсың ғой, сен мысалы орысша сөйлесең, ал жақсы, орыс мектебінде оқыған шығарсың. Сен сонда да көрініп тұр, сен рухани қараңғы адам екенің. Сен ана адамның адамгершілігі саған мұрныңа сонда иісі де бармаған болып тұр ғой. Қолыңнан келмесе қатап сен сол жерде батаңды беріп мақтан етпейсің бе сондай сіңілдерің бар екеніне? Қарашы бұның айтып тұрған сөзін. А бұл керісінше мазақ етіп тұр оны. Ол әрбір біздің қазақтың нағыз иманды ибалы қыздарына қол салғанмен бірдейсің сен.